Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қабылбекқызы Нәзерке. Мен Шығыс Қазақстан техникалық университетінің 1-ші курс докторантымын. Мамандығым жылу энергетикасы. Вчера было послание президента, и он объявил дату проведения референдума на 6-е. Какие плюсы от строительства АЭС в Казахстане? Атом электр станциясының Қазақстанда салынуының артықшылықтары ол экономикалық, экологиялық және энергиялық тиімділіктері. Бәріміз білетіндей, елімізде көптеген өнеркәсіп орындары экологиямызға зиянын тигізіп отыр. Ал атом электр станциясы сол зиянды азайтуына септігін тигізеді. Және де қазіргі уақытта қолданып жатқан жаңартылмайтын энергия көздері алдағы уақытта жойылуы мүмкін. Сондықтан біз атом электр станциясын салуымыз қажет. Разница принципиальная есть между АЭС, газом и вот как сейчас у нас на угле? Жоғарыда айтып өткенде, алдағы уақытта жаңартылмайтын энергия көздері жойылуы мүмкін. Сондықтан атом электр станциясы өте тиімді болып табылады. В чем плюс именно? Зачем тогда референдум проводить? Қазіргі уақытта елімізде біршама адам атом электр станциясын салуына қарсы болып тұр. Және де осы референдум өткізуінің арқасында біз атом электр станциясына салуына кім қарсы және кім салуының қолдайтын білетін боламыз. Және де осы референдум атом электр станциясының артықшылықтарын айтатын болады. Және де мен маман ретінде атом электр станциясын салуын қолдаймын. Себебі ол энергетикалық, экономикалық және энергиялық тиімділігі бар.